Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін шахматты печенье жасап үйренеміз. Ең бірінші сары майдың үстіне шым-шым тұз қосып, одан кейін қант қосып, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Араластырып болған соң бір жұмыртқаны және ванилинді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан кейін үстіне сұйық май қосып, тағы да араластырамыз. Кейіннен оның үстіне ұн қосып, разрыхлитель қосып, кішкене ұн қосып отырып осындай қамыр илейтін боламыз. Кейін оны екіге бөліп, бір жағына ұн, екінші жағына какао қосып жақсылап араластыратын боламыз. Кейін холодильникке 10 минутқа қойып аламыз. Содан кейін оны жайып, кәдімгі қақпақтың көмегімен осындай домалақ кескін жасап аламыз. Тура осылай келесі тестаны да жасаймыз. Кейіннен оларды бір-бірінің үстіне ақ-қара қылып қойып, жақсылап видеода көрсетілгендей домалақ жасаймыз. Сонда өте әдемі, керемет көрінеді. Кейін осыны қалыпқа салып 180 градуста әдемілеп пісіріп аламыз. Кейін өте дәмді болып шығады. Сіздерге осыны жасауға кеңес беремін. Мен бүгін осы керемет печеньені жасап үйрендім.